Мирбек ағай, сәттілік сіздерге. Ахмед, это нас с Маралбеком хорошо видно, слышно? Если нет, скажите. Очень хорошо слышно, очень хорошо видно. Вот тогда меня зовут, пусть сначала Маралбек себе Al бастай береміз ба? Ассалаумағалейкум, көрермендер, тыңдаушылар. Бүгінгі эфирімізде біздің тақырыбымыз отбасылық бизнес артықшылықтары. Бүгінгі Мейірбек мырза күміс қыран семьялық жұмы Шымкент қаласының Мейірбек мырза және мен Нұрмағамбет Маралбек Қызылорда облысының тұрғыны екеумізге бір нәсіп болып отыр екен бүгін. Мейірбек мырза, сізге бір сұрағым. Осы компанияға келгенде жұбыңызбен бизнесті бастадыңыз және осыған келеді қандай себеп болды? Сол жайында бір-екі ауыз оқырмандарымызға, көрермендерімізге бір лебізіңізді айтсаңыз. У вас микрофон отключен. Мәке, микрофонымыз қосылмай қалды ма? Слышно, да? Меня не слышно? Слышно. Слышно? Ага. Меня зовут Мейірбек Туляшев. Я 2015 года в Хэппинесе. Я вот когда в основном сейчас, женщины же приходят в этот бизнес. Вот этот бизнес я начал как мужчина. Потом через 2 месяца жена подключилась. И вот сейчас вдвоем вместе уже больше 10 лет уже. Ага. Енді әрине, вот до Хэппинеса я работал, в 1289 году окончил вот этот Казахты институт технологический. Потом работал вот начальником смены, на заводе работал 6 лет. А потом у нас что началось? Перестройка началась. И потом все мы остались без работы вообще. Без работы остались. Потом что будем делать? Не будем же сидеть. И начинали с торговли. Даже, знаете, я начал торговать зелени. На базаре работал, торговал, что не продавал. Даже, я знаю, там, вообще-то я бизнес начал с Кызылорды. Оттуда я привез рис оттуда. Сначала вот на поезде, потом на машине. Вот так у меня бизнес начался. Но, как говорится, это бизнес вообще очень трудный. Утром выходишь из дома, вечером усталый приходишь, вообще устаешь. Иногда вот думаешь, всю жизнь так проходит, что ли, вот иногда вот такая тоска берет, да, вот. А жена в то время работала в другом косметической компании. Я когда вот иногда раньше прихожу с работы, а жена дома сидит. Ничего себе думаю. Она работала в сетевом компании, как сказал, косметическом. Потом я тоже думал, надо было работать в сетевом или другую работу найти. Вот у нас как получилось. Вот в 2015 году меня пригласил один молодой человек на этот бизнес. Вот я потихоньку начал. Я вообще раньше, как сказал, сетевой вообще мне предлагат. Я вообще у людей вообще прогонял возле себя, когда сетевой начали сказать. Вот я сам сейчас в сетевом. Я думал, вообще не знаю в этот сетевой. Раньше боялся. Сначала боялся. Но потом сказали вот спонсора, давай людей приведи. Ну, потихоньку начал через... Вот 3 дня уже я $200 получил. Свои первые $200 через 3 дня получил я. У меня вышло. Но я боялся. Я думал, это как это на халяву $300, $200 мне дали через 3 дня. Елки.
Потом жена сказала, что там, ты же ничего не сказал, здесь плохого нет уже. А через неделю я пошел в офис и глазинный первый свой $200 получил я. Мінекей, осындай менде өмір тарихым осылай хэппинеске келу тарихым басталды. Негізінде мен келуімнің өзі бұл бизнеске, хэппинеске. Өзім ойладым ғой, бірінші адамдарға бір көп жақсылық жасайтын, сондай бір таза, адал жұмыс болса екен деп ойлайтын едім ше негізінде. Мінекей бірінші Алланың қалауымен, екінші осы жұмыстың арқасында, одан кейін мына өзімнің спонсорларымның арқасында, міне Бейбіт Гүләзімқызы, Ұмсынай ханым, мына Гүлбараш ханымдар мінекей біздерге үлкен кезінде ақыл кеңес берді. Мінекей бізде Сәрсен мырза ол кезде ол осы бизнесте жүретін, ол кісінің де ақыл кеңесін тыңдадық. Мінекей бірінші Алланың арқасында, екінші осы спонсорлардың арқасында қазір Аллаға шүкір мінекей күміс Құран статусын жаптық мінекей. Енді мына осы алтын қыран статусына маған азғантай ғана уақыт не қалды, уже циклдар қалды. Құда қаласа енді осы жылы оны да жабамыз ба деп отырмыз мінекей. Менің келу, хэппинеске келу тарихым басталмай тұрып. И жаңелдегі не үшін келгенім міне осындай, Маралбек мырза, негізінде. Ой, бәрекелді. Енді сіз орысша бастадыңыз ғой, мен де орысша айтуым керек па? Мен орысшаға шорқақтау едім жаңа. Мінекей негізінде мен кезінде баш негізінде деп өзім жаман, ол адамдарды алдайды. Ол жерге барып не дейді анау адамдарды алдап ақшасын алу керек, сату керек, жүру керек деген сондай миға менің негативке толып қалған екен ғой. Оказывается, оның бәрі менің ойым екен. Қазір мінекей қарап отырсам, енді бұл жерде ең бірінші осы рет білім керек екен ғой, Құда қаласа. Міне білім ала отырып, ең бірінші менің осы статусқа шығарған негізінде, өзім айтайын негізінде, бірінші осы рет мына бірінші табандылығым менен, одан кейін барып алған білімім деп ойлаймын негізінде, Маралбек мырза. Енді өзіңіздің хэппинеске дейінгі өмір тарихыңыз қалай болды, Маралбек мырза? Не үшін келдіңіз бұл бизнеске? Мейірбек мырза, рахмет сұрағыңызға. Мен негізінде бұл бизнеске келем деген ойымда жоқ. Жолдасым компанияның қолақыраны Рита ханым, жолдасым, сол кісі мені осы компанияға шақырды. Мен Қызылордада Құмкөл деген жер бар. Енді жақсы жұмыс, сол кездердегі ең мықты жұмыстардың бірі. Сол жерде жұмыс істеп жүргенімде аллергия деген науқасқа шалдығып, сонымен 4 жылдай сол аллергиямен алыстым. Аптекада, больницада укол, кукушка деген аппарат көрмегенім жоқ. Ол енді бір айдан кейін қайтадан сол нәрсе басталады. Сонымен сөйтіп қиналып жүргенде жолдасым Рита ханым осы Хэппинес компаниясына 2 карат бриллиантовый орел Нағашыбай мырза мен Роза Байсейітовалар шақыруымен осы Хэппинес компаниясына кіріп, маған осы аллергияға керемет өнімдерді берді. Сонымен өнімдерді іше жүріп, керемет результаттар ала бастадым. Бүйрегімден тас түсті. Енді керемет күннен күнге результат шыға бастады. Сонымен бір күні маркетинг планды көр деп офисқа шақырды. Маркетинг планды көрген кезде ештеңе де түсінген жоғым. Мен өзім салам механик саласында, аккумулятор, карбюратор деп жүрген адамға анау домалақтар онша сіңіре қоймадым енді. Сонымен соңындағы анау премиялары қатты ұнады. Мен неше жыл Құмкөлде жұмыс істесем де, ондай премияны көрмек түгіл, оны естіген де жоғым. Сонымен бір шешімге келіп, жұмысымнан босада результат алып жатырмын. Сіздің командаға қосылайын деп, келіншегімнің командасына қосылдым. Енді бірінші кезде
ол сетевойда жұмыс істеп көрмеген адамбыз, қиындау болды енді. Спонсорың, келіншегің, ананы оқы дейді, ананы жатта дейді. Енді сондай қиындықтар болды. Маркетинг планды жаттау өте қиын болды енді. Сонымен алдында өзім келіншегіме айтқанмын ғой, шақырған кезде сетевой деген өзімнің түсінігім бойынша. Бұл әйелдердің жұмысы, мені қозғама, керек емес маған деп менсінбедім. Ал уақыт келе келіншегім 2 кредитімді жауып тастады. Сол кезде БТА-банк және Альянс банк деген бар тұғын. Құмкөлде істейтін адамдардың айма-ай ақшасы түсіп тұратындықтан банк сіз барсаңыз болды кредитті бере береді. Сол кредитімді жаба алмай жүрген кезде жолдасым сол 2 кредитімді жапты. Мен тіптен таң қалдым. Бұл не деген батпан құйрық, жатқан құйрық деп. Осы бір көрейін бұны не екен деп қызыға бастадым. Сонан керемет результат алдым. Онан келіп 3 орынға 3 контракты продукция алып берді маған. Сонымен соны бірінші курста ішіп біткенде менде керемет результат болды. Ол енді результат алған адамдың енді аузы тынбайды екен ғой. Жан жағына көшеде көрген адамға ойбай аллергиясын ба келе ғой, мына жақта мынандай бар деген әңгімелер. Сонымен команда құрыла бастады, сабақ оқи бастадық. Спонсорым, келіншегім күнде жатпай тұрмай, мынаны жаттайсың, мынаны айтасың деп күнде қадағалап отырады. Соны арқасында өзімде команда құрыла бастады. Өзімнің артынан келген адамдарға өзімнің не үйренгенімді соны үйрете бастадым. Сөйтіп команда құрыла бастады. Енді бұл жерде қызық нәрселер көп бола бастады енді. Шетелге шығуды, общем, жаңа жұмыс жүрген кезде ойымызға да алмаймыз ғой, шыны керек. Шетелге мынау Астанаға, Алматыға бір рабайда бір барып қайтамыз. Сонымен шетелге шыға бастадым. Енді керемет жұмыстар басталды содан. Шетелге шығып келгеннен кейін, келіншегіммен барып келгеннен кейін ол енді басқа ощущение болды. Енді шетелдегі көрген қызықтар, компанияда жұмыс істеп жүрген кезде ойлайтынмын, мынандай керемет бизнесті алып келген кісілерге жатсам тұрсам ризашылығымды білдірейін деп, президентіміз Джо Винсин мырзаға алғысым шексіз деп жатсам тұрсам, онан 3 апалы сіңілі Сәулесхан Омарына, Райхан Омарына, Разихан Омарына, ол кісілерге шүкіршілігімді айтып, мен осы кезде сол Құмкөлде жұмыс істеп жүре берсем не болатын еді деген күнде жатсам тұрсам, олардың істеп атқан іс-әрекеттері артынан қаншама адамдарды оқытып, үйретіп, сондай жүйе құрып, оқыту жүйесін құрып, керемет қырандарды, бриллианттарды арттарынан шығарып атқан кездерін есіме түссе, енді ол кісілерге енді ризашылық білдіруден енді талмаймыз енді. Өйстіп бизнесімізді бастап кеттік. Қазір енді шүкіршілігіміз аузымызда, осы халыққа бір көмектессек деген. Бұның бір керемет жерлері тағы оздоровление нации дейді. Өз халқыңның денсаулығы, бүкіл адамзат баласына деген денсаулығына, оны табыс табуына бір септігін тисе, бір керемет нәрсе, бір өзіңді бір сондай компанияда жүргеніңе мақтан тұтасың, сондай ощущение ала бастадық. Сөйтіп осы бизнесті жасап атық қазір. Жолдасымыз екеуміз, Құдайға шүкір, команда бар. Қазір қола қырандамыз. Енді біздің Мейірбек мырза, мынау темамыз отбасылық бизнес артықшылықтары дейді. Соған біз өзіңізге бір сұрақ қойсақ. Бизнесті бастағанда қандай қиыншылықтар мен кедергілер болды? Сол жайлы бір өзіңіз жайлы айтып жіберсеңіз. Өте тамаша сұрақ қойдыңыз негізінде, Маралбек мырза. Енді әркімнің өзінің қиыншылықтары мен кедергілері болады. Мен де қазір сізге осы сұрақты қоям болғаннан кейін. Осы бәріміздің осы бизнеске, шетелге келген адамдардың басынан өтетін нәрселер ғой негізгі осы. Основной негізгі.
адамдардың көбісін кетіп қалуы да осы бизнестен, сетевойдан кетіп қалуының өзі де негізгі осыған байланысты. Көп адамдардың негізгі қателіктері осы бизнеске, сетевойға негізінде әркім әр жақтан келеді ғой. Біреу мұғалім болады, біреу базардан келеді, біреу мен сияқты жеке кәсіпкерліктен келеді, әйтеуір сондай әртүрлі жақтан адамдар келеді. Бірақ бұл жерде не болу керек сетевойда? Біздерде командалық бір ой бір жерден шығу керек қой негізі. Команда образование деген нәрсе болу керек негізінде. Адамдардың ойы бір жерден, көзқарасы бір жерден шығу керек. Ең бірінші кездерде ең қиын нәрсе осы екен негізінде. Әрине, ең бірінші келген кездерде мен өзімде ойлайтын. Бұл жаңды өте жақсы айтыңыз, кезінде сетевой бұрында айтылатын еді ғой, жазылатын еді, ана газеттерге білесіздер ма? Сетевой и интим не предлагат деп жазатын еді газеттерге, естеріңізде ма? Ал қазір енді ондай нәрсе жазбайды ешкім. Себебі сетевойда ақша бар екен, сетевойда жақсылық, денсаулық, отношение бар екен, көп адамдар уже біліп қалды. Оказывается, осы екі нәрсенің өзі де жақсы екен ғой негізі. Сетевой мен интимдік өзі негізінде, былай юмормен айтқан кезде. Әрине, менде де ең бірінші кезде қиындықтар болды. Мынау адамды шақырудан ұялатын едім, адамдарға сөйлеуден ұялатын едім. Адамдар мен туралы не ойлайды? Какой-то бір сетевойға кіріп алып, әйелдердің арасында компанияда жүр екен деген сияқты не бір ойлар келіп кетеді ғой негізі адамға, бар ғой. Мінекей осы қиындықтардан өтуіміз керек екен ғой негізінде. Бұдан өтпей бұл сетевойда тұрақталып қалуымыз қиын екен негізінде. Одан кейінгі біздегі бұл енді қиыншылықтарымыз ғой. Негізгі кедергілер бұл основном сетевойдағы біздегі білімнің жоқтығы ғой. Көп адамдар біздерде қалай ойлайды, сетевойға келе саламыз да, олар іс тәжірибе жоқ, әзірге опыт жоқ ешқандай. Бірден көп ақша тапқымыз келеді негізінде, рас па? Бірден келе салып көп ақша тапқымыз келеді ғой. Ал ол негізінде ондай нәрсе мүмкін емес екен. Себебі сізде мынау алған қалтаңыздағы ақшаңыз, табысыңыз, ол сіздің басыңыздағы ойыңыз бар ғой, мынау бизнес мышленияңыз, соған өте сәйкес келеді екен негізінде. Егер сіздің басыңыздан Сайтмұрат Давлат мырза өте жақсы айтқан, соның сөзін мен әрдайым айтам. Егер сен дейді басыңда дейді 10 миллион доллардың білімі болмайды дейді, сен қалтаңда, сенің басында 20 миллион доллардың білімі болмайды, сен қалтаңда ешқашан 10 миллион доллар ақша болмайды дейді. Мінекей, сол үшін ең бірінші кезде келе салып бұл жерде білім алу керек екен. Өзіңнің армандарыңды, мақсаттарыңды, жоспарларыңды әрдайым қуаттап тұру керек екен негізінде. Мінекей, өзімнің басымнан өткен қиыншылықтарымды, негізіндегі кедергілердің бәрін қазір қарап тұрсаңыздар, оны маған спонсорлар айтқан еді кезінде. Осылай жүрсең осылай болады, осылай жүрсең осылай болады деп. Тіптен енді айтып қояйын, осында сөздің уақыт несі келіп жатқан кезде. Даже мына Ұмсынай ханым мені ұстап алып, әрдайым не айта береді, маркетинг планды. Осылай маркетинг планды. Бірінші кезде мен вообще түсінбедім, қашатын едім, сол кісіні көрсем, кәдімгі опять маған маркетинг план айтады деп. Оказывается, екен бір рет айтты, қойшы мына не айтып жатыр деп, түк түсінбеймін ғана дөңгелектер, не айтып жатыр бұл деп. Жақтырмаймын тағы да өзімше. Одан кейін барып, мынау наставник деген не екен, рекомендатель деген не сияқты, олардың бәрін айыра бастадым. Үшінші, төртінші арада айта бастаған кезде уже ол жәндегі мына системаны жайлап түсіне бастадым, команда құруды. Мінекей осындай нәрсені бірінші кезде біздер білуіміз керек екен ғой. Ең бірінші бізде адамдар неге келеді? Сөздің ашығын айтқан кезде. Сөздің ашығын айтқан кезде адамдар бизнеске келмейді. Сөздің ашығын айтқан кезде адамдар продукцияға келмейді негізінде. Бір өліп бара жатқан адам болмаса, бір қатты ауру адам болмаса, ол продукцияға келмейді, денсаулыққа келмейді негізінде. Адамдар неге келеді? Адамға келеді. Негізінде отношениеге келеді. Мен де кезінде өзімді шақырған осы адамдарға сеніп келген. Мен вообще продукцияны вообще тыңдамаған адам негізінде. Түсінбеген вообще продукцияны қазір де аса бір неғымен оны. Менің ең бірінші ол келген шақырды, кел осы жерде
келіп кетші, менімен бірге жұмыс істейік. Осындай осы жерде табыс табуға болады екен. Маған сенесің деген сөзіне бола, осыларға сеніп келгем негізінде. Сөзің ашығын айтқанда. Сол үшін бұл бизнесті не үшін? Сетевой маркетинг бұл. Адаммен арасындағы отношениеге қалыптасқан бизнес қой. Адамға сеніп келесің ғой негізі бұл жерде. Кейін жайлап уақыт өте келе маркетинг план түсіне бастайсың. Уақыт өте келе продукцияны түсіне бастайсың. Уақыт өте келе адамдармен уже қалай отношение істеу бастайды, түсіне бастайсың деген сияқты осындай уже үлкен күрделі нәрселерді уже сен уже бірінші өзің білесің, кейін басқа адамдарға үйрете бастайды екенсің ғой. Мінекей сондай бизнес екен ғой негізінде, Маралбек мырза. Мінекей сол үшін мен айтамын, ең бірінші очередь бұл бизнесте не жақсы болу керек бізде? Отношение жақсы болу керек қой. Қарым-қатынас жақсы болу керек. Қарым-қатынастан тұратын бизнес екен. Өте бизнес не жасауымыз керек? Адал жасауымыз керек. Мен қазір қарап тұрып кейбір адамдарға ішім ашиды, сөздің ашығын айтқан кезде. Олар мысалы қалай ішім ашитыны? Біздердегі основной система қандай? Мысалы накопительный система болады. Адамдар пока әлі түсінбейді сет құруды, өзін қай жерге қою керек екенін, қалай кездерде алғашқы адамдар кейін адамдарға соны толықтай түсіндірмейді ғой негізінде. Мінекей солардың накопительдерін жеп қою мүмкін, или болмаса соны өзінің жеке қарабасын ойлап, өзіне керекті бір неге жаңағы қою мүмкін сол адамдарды. Ал негізінде біз ол шақырған адамдарды не істеуіміз керек? Лидер қылып шығаруымыз керек қой. Негізінде біздің сетевойдағы ең басты мақсатымыз не? Өзіміз сияқты көзқарасымыз бірдей, арманы бірдей, мақсаты бірдей адамдарды тәрбиелеп шығару негізінде. Обязательно ол $100 қызығып, или ақшаға қызығып, анау біздер негізінде бизнесті сол үшін адал жасауымыз керек екен деп ойлаймын. Енді өзіңіздің ойыңыз қандай, Маралбек мырза? Өзіңізде қандай қиыншылықтар болды алғашқы келген кезде? Қандай кедергілерге тап болдыңыз негізінде? Менің басымнан өткені осында ең алғашқы сол қиыншылықтары мен негізінде сетевойда мен қолымнан келмейді деп ойлайтын едім. Сіздің ойыңызша? Менің ойым былай. Біз осы қиыншылықтары бірінші. Мынау компанияға қосылып жұмыс істей бастағаннан кейін Рита ханым екеуміз региональный представитель болдық. Сол бірінші қиыншылығымыз бір офис ашып отырғанда үлкен зданияда отырдық. Сол кезде жан-жағында өте көп сетевой компаниялар болды. Енді бірінші компанияға келген кезде жан-жағымызға қарамаймыз, бір кабинет алдық та отырдық. Сөйтсек жан-жағының бәрі сетевой компаниялар екен. Сонымен жаңағы адамдарымыз келіп жатыр, продукцияларды, өнімдерді алып жатыр, маркетинг айтып жатыр, жұмыс жүріп жатыр. Бір күні прокуратураға шақыртты. Не үшін? Біреулер арыз жазыпты. Мынау нелегальный компания келіп, мына жерде көре алмаушылық дегенді көрдік сол жерде. Кәдімгідей қайта-қайта шақырып, мазамызды алып, сондай дұрыс емес нәрселер болды. Енді оны не істейміз, не қыламыз деп жүргенде Разихан Омарынаға шығайық деп шештік. Разихан Омарынаға шығып, Разихан Омарынадан енді совет алып, не істейміз осындай болып жатыр деп. Разихан Омарына опыты бар кісі, мықты шешім айтып берді бізге. Сендер өз жерде отырмаңдар, бүгін шығып кетіңдер өз жерден деп. Біздер дәл сол сөзді күтіп отырғандай, сол күні бардық та өз жерден, жаңағы жерден затымызды, мебельдерімізді алып басқа жерге көшіп кеттік. Сол кезден бастап бізге жаңағыдай тиісулер бітті одан кейін. Енді бұл жерде де қиыншылық болғанда көре алмаушылық дегенді бірінші көрдік. Адамдардың оларға адам келмей, бізге көп адам келіп жатқан кезде адамдардың бір-біріне сондай қарым-қатынасы сездік сол жерде. Енді біздің бизнесте де сондай адам
көре алмаушылық дегенді, қызғаншылық дегенді бәрін қойып, біреуге жақсылық жасасам, көмектессем деген нәрсе ниетпен жасаған сайын жұмыс жүреді деп ойлаймын. Енді ол көп кісілер былайша енді әділ істемейтін шығар, бірақ дұрыс істемей қалған жерлерінде спонсорымыз Рита ханым сөйлесіп, ондай кездерде бір жақсы шешімін шешіп беріп жүр. Құдайға шүкір. Енді қиыншылықтар, мынау маркетинг план жаттайтын кезде қиын болды. Жаңа сіздің айтқаныңыздай, маркетинг план, біз жаңағы темір-терсектің арасынан жаңағы механика, жаңағы аккумулятор, карбюратор деп жүрген адамға өте қиын болды енді мына маркетинг планды жаттау. Бір сол кезде маркетинг планды қайта айтамыз. Бір жерінде қате кетеді. Жаңа сіздің айтқандай наставник пен рекомендательді шатастырып аламыз. Сондай қызықтар болып жүргенде жаңа бір анекдот еске түседі. Вот интересные люди, почему не понимают? Даже я сам понял деп маркетинг планды қоймай айта берген бір кісі. Сол сияқты бір күні маркетинг планды түсініп алғаннан кейін ол адамға бірдеңе ашылады екен. Бір керемет жолың ашылып, бір мышлениең өзгеріп сөйтеді екен. Керемет нәрсе екен негізі. Оны қайта спонсорларымыздың айтатындары дұрыс екен негізі. Мынаны тақтаға шығып айту керек, үйрену керек деген сияқты. Жаңа сіздің айтқан сияқты спонсорыңыздан қашып, маған маркетинг план айтпаса екен, тақтаға шық демесе екен деген сияқты, ой содан кейін барып кете бастады. Қазіргі кезде енді сол өзімізге қалай үйретті, соны адамдарымызға үйретіп жатырмыз. Құдайға шүкір. Сондай жағдайлар, қиыншылықтар енді құдайға шүкір спонсорымызбен қиыншылықтарды шеше отырып, алға қарай жылжып жатқан жайымыз бар енді. Енді Мерік мырза, біздің темамыз негізгі жаңағы отбасылық бизнестің артықшылығы. Осы жерде семьялық жұпсыздар бизнесті бастағаннан бірге жұмыс істеп келе жатқан. Сол жайлы бір-екі ауыз сөздеріңізді естісек сізден. Өте дұрыс айтасыз. Әрине мына ең бірінші бұл бизнесті бастаған кезде мынау отбасымен бастаған өте жақсы ғой негізінде. Потому что айтып жатырмын ғой, бізде не бір қиыншылықтар болды, бірден осы бір күміс құран статусын жапқан жоқпыз. Әрдайым осы қиыншылық кезде бір-біріңізге өте не боласыз, мынандай сүйеніш боласыздар ғой. Негізінде не дейді? Бір кран дейді, 10 тоннаны көтерсе дейді. Менің спонсорым өте жақсы нәрсе айтатын кезінде. Спонсорым айтатын еді, бір спонсорым. 1 тонна дейді, 10 тонна көтерсе дейді, бір кран дейді. 2 кран дейді, 30 тоннаны көтереді дейді. Ол қалай? 2 кран негізінде по идее 20 тонна көтеру керек емес па? Оказывается, ол дәлелденген нәрсе 30 тонна көтереді екен, 2 кран біріксе. Мінекей көрдіңіз ба? Сол себепті көптеген мына қиындықтарды адам бірге атқарса жеңіл өткізіп жібереді екен ғой. Осы статусқа жеткенге дейін бізде не бір қиындықтар болды. Тіптен кезінде қазір не көп, мынау бір компаниялар ашылады ғой, негізінде бірінен кейін бір ашылып жатыр. Однодневка компания дейміз ғой, біреу жабылып жатыр. Енді бірінші алла, екінші осы біздің компаниямыздың арқасында тапжылмай осы жерде 10 жылдан асты ғой, негіз компанияның өзі істеп жатқаны 17 жыл болды, уже дәлелдеп қойды өзінің. Маркетинг планы әлі бір ауысқан жоқ ешқандай. Мінекей кезінде не бір қиыншылықтар болды. Мысалы, тіптен біздің командамыздың өзіміздің спонсорымыз басқа компанияға кетіп қалды ғой. Бірінші мені шақырған адамдар басқа компанияға кетіп қалды. О кезде енді аса бір бизнесті әлі түсіне бермеймін. Одан кейін уже біраз жетістікке жетіп, уже енді қола қыран статусын жабайын деп әлі жапқан жоқпыз, әлі VIP-те жүрген еді сол кездерде. VIP 1-де ме сонда жүрген еді. Сол кезде екінші спонсорым тағы кетіп қалды ғой бұл бизнестен. Көрмейсіз ба қызығын? Мінекей сол кезде өте бізді отбасылық жұп болғанымыз, бірімізге қатты сүйеу болдық негізінде. Мен Маржан ханымға айттым, даже мынау бір адам
қалмай бәрі кетіп қалса да бұл бизнес қайтардан бастаймыз дедім. Екеуміз болсақ та дедім. Мінекей неге? Себебі бұл мен бизнеске сендім болашағына. Көрдіңіз бе? Бірақ бірінші Аллаға шүкір біздің ешқандай командамыздан аса ешкім кеткен жоқ. Бәрі өзінің орнында қалды. Мінекей соны көрдіңіз бе? Бір какой-то нюанс сол кезде. Бір-біріңізге не боласыз? Сүйеу боласыз ғой, отбасылық. Одан кейінгі тағы не? Ең нәрселері не? Бұл жерде кедергі келтіретін, бизнеске кедергі келтіретін нәрсе. Мысалы, егер сіздің жолдасыңыз басқа жақта, өзіңіз басқа жақта жұмыс істеп жатсаңыз, мен де кезінде жолдасым басқа, мен өзім ол жерде жаңағы жеке кәсіпкерлік жұмыс жасадым деп жатырмын ғой. Ал жолдасым осы сетевой компанияда, басқа косметикалық компанияда жұмыс істеген. Мен сол кезде бізде не болатын еді? Разногласие болатын. Қайда жүрсің, не істеп жатсың деген сияқты. Неге? Себебі мен бұл бизнесті түсінбедім сетевойда ол кезде ешқандай. Не істеп жүрмін? Кешімен түнімен кеш келеді деп кейбір кезде сондай жағдайлар болып қалады ғой. Атаң постоянно ерте келіп қалады. Соның өзінде разногласие болатын негізінде. Отбасылық бизнестің артықшылықтарының бірі, одан кейін мынау не дейді? Біздің атқарылып жатқан жұмыстар. Олардың өздерінде бөлісіп аласың ғой негізінде. Өте жеңіл болады. Мысалы, ол кісі өзіміз біздер көбінесе регионға шығып тұрамыз. Мысалы, сол кезде ол кісі мысалы нені продукцияларды айтып жатса, мен маркетинг план айтып жатамын. Мысалы, мен 10 жылдың ішінде мен осы қазір диагностика саласында ішкі диагностикасы, оны да меңгеріп алдым. Мен соны жасап жатсам, жолдасым жаңағы продукцияларды түсіндіріп, қалай қолдану керек екенін түсіндіріп жатады. Жұмыс өте жеңіл дейді ғой негізінде. И одан кейін жұмыс өте жақсы жүреді негізінде. Бір-біріңді отбасың жаныңда, жолдасың жаныңда, даже тіптен өзіміздің ұрпақтарымызды, қыздарымызды, балдарымызды осы бизнеске тіркеп қойғанбыз кезінде. Неге? Себебі бұл болашағы бар бизнес түсінген адамға. Потому что кейін тура осы жаста біз тұра бермейміз ғой. Мен қазір жасым 60-та болса, 5 жылдан кейін сол 60-та болмаймын ғой мен уже. Мен қаншада боламын? 65-те боламын. Тура сол сияқты ғой негізінде. Ал 10 жылдан кейін мен 70-те боламын. Сол кездерде де мысалы мінекей отбасылық менің жанымдағы өзімнің қыздарым, балдарым мысалы тіркеп қойған. Олар да Құда қаласа осы бизнес алып кетеді деген үміттеміз негізінде. И одан кейін барып бір нәрсені байқадыңыздар, мен өзім байқағаным бар ғой. Мысалы, егер сіздер отбасылық болып келсеңіздер, отбасылық жұптарға бизнес жасап жатқан, көбінесе отбасылық жұптар келеді екен. Байқадыңыздар ма соны, Маралбек мырза? Отбасылық жұптар келеді негізі көбінесе. Егер сіз отбасылық болып шақырсаңыз, уже оларда, егер сіз өзіңіз барсаңыз, мысалы, информацияға ыңғайсыз, мысалы, әйеліне жаңағыдегі сіз полностью ашып, нені продукцияны айта алмайсыз. Мысалы, ол жерде әйелдерге қолданатын продукциялар болады. Егер жаңағыдегі маркетинг планды жолдасына айтып жатсаңыз, әйел айтады, қош оны басын қатырма деген сияқты сондай разногласие туады. Егер сіз мысалы жолдасыңызбен барып, бірге информация беріп, бірге презентация беріп, өнімдерді түсіндіріп, табыс көзін түсіндіріп жатсаңыз, олар да кәдімгідей жаңағыдегі отбасымен бірге отырып тыңдайды, Құда қаласа. Мінекей біздің мақсатымыз не? Біздің мақсатымыз ол тура өзіміз сияқты адамдарды шығару негізінде бұл бизнесте. Көзқарасы бір, мақсаты бір, арманы бір деген. Мінекей отбасылық жұптарда кейін осы кеп жұмыс істеген кезде де уже оларда тұрақтылық болады деген негізінде. Жеке келіп жатқан адамдар, мысалы, келген адамдар, мысалы, күйеуі разрешение бермей қояды, түсінбейді, давай үйге қайт дейді, или болмаса жаңағыдегі жақтырмайды, ол амал жоқ. Бір ойының бәрі басқа жақта тұрады. Сөздер, ойының бәрі басқа жақта тұрады. Толықтай бизнеске берілмейді ғой негізінде. Ең бір тамаша жерін айтайын, отбасылық бизнестің бұл жерде. Біздер енді шетелдерге постоянно шығып жатырмыз ғой, Маралбек мырза, дұрыс па? Жылына 1 рет, 2 рет, даже 3 рет шығып қоямыз. Сол кездерде отбасыңмен бірге барып демалған өте тамаша екен ғой негізінде. Командамен, отбасыңмен, өзіңмен бірге демалсаң, жеке барып демалған ол қызық емес. Ал отбасыңмен, командамен барып демалған тіптен басқаша екен негізінде.
мінекей көрдіңіздер ғой. Сол себепті бұл жерде енді айта берсеңіз, отбасылық бизнестің өте артықшылықтары көп негізінде. Ал түзеп айта берсе болады негізінде. Одан кейін особенно бұл бизнестің артықшылықтары отбасын, мысалы біздерде қазір әр қаладан барып бизнес ашып жатырмыз негізінде. Оның өзі де осы бірге жүргеннің арқасында деп ойлаймын. Енді мен көп уақытымды жеп қоймайын, бізге 1 сағат уақыт берілген екен ғой, енді 20 минут уақыт қалды. Енді сізде мысалы отбасылық болып бірге жұмыс істеп жатсыздар. Сізде өзіңізде қандай жаңағы артықшылықтарын сездіңіз? Негізгі тақырыбымыз біздің осы ғой берілген. Дұрыс айтасың әке. Отбасылық болып жұмыс істеп жатқаныма мен жатсам тұрсам шүкіршілігімді айтамды жүрем. Жаңағы сіздің айтқандай, ол басқа жерде бизнес жасап жатса, мен басқа жерде бизнес жасап, жұмыс жасап жатсам, ол адамның ойы сан-саққа кетеді. Ол рас ол. Көп мына жерге келген адамдар да сөйтіп отырған кезде звондап отырады, қайықта жүрсін деген сияқты. Ондай көп болады. Енді мына жерде отбасы болып бизнес бастағаныма мен енді шүкіршілігімді күнде айтам. Бірінші, бұл жерде маған отбасымен жұмыс істегені ұнағаны жаңағы шетелге барған кезде бірге барған керемет екен. Өмірімде енді қызық жағдай, Ыстықкөлге барып демалдық. Онан Грузияға барып демалып келдік. Бір өзім Ыстықкөлге барғанда 2 баламды алып бардым. Тимбилдинг болды. Онан Грузияға бардық, ол жақта тимбилдинг болды, онда да бір өзім бардым. 1 жылда сол 3 ай жазда. Сол Грузиядан келгеннен кейін Турцияға кеттік жолдасым екеуміз. Енді ана 2 жерде жалғыз өзім болған жолдасыңды барған бір не қылады екенсің. Бірге барған жақсы екен ғой деп. Сонымен 3-ші рет бір жазда жаңа Турцияға кеттік. Турцияға барып, жаңа шетелдердің адамдарын, демалып жүрген адамдарды көріп, үлкен ақсақал кісілер жүр, келіншектердің қолынан ұстап алған, анау бір қызық көрініп маған. Өмір келіншегінің қолынан ұстамайтын, қазақта бір қызық нәрсе жоқ, келіншегінің қолынан ұстамайсың ғой. Сол Турцияда келіншегімнің қолынан ұстап қыдырып жүргенде бір керемет әсер болды енді. Ол бір қызық нәрсе екен енді. Содан бастап қолынан жібермеуге тырысып жүрміз ғой. Енді шетелдің адамдарын көріп, енді адамның жаңа мышлениясы дейді ғой, кругозоры өзгере бастайды екен. Енді көп нәрсе алады екенсің. Бірге жүргенде бір екеуіңнің ойың бір жерден шығады. Сосын мынау сабақтарға қатысқанда, тренингтерге қатысқан кезде мені қалдырмауға тырысады. Рита ханым өзі міндетті түрде кітапта оқиды, мынау тренингтерге де көп қатысады. Соған мені қалдырмайды қасынан. Мен кел кезде енді еркек болғаннан кейін бір қызық мінездеріміз бар ғой өзіміздің, көзде не қылып қалатын. Қойшы өзің оқи берші дегеннің өзінде, соны кітапты оқып болғаннан кейін маған мазмұнын түсіндіріп, сондай бір нелерін, керемет алған нәрселерін маған жеткізеді. Енді ол осы жерде жүргеннен кейін ол нәрседе ұнай бастайды екен адамға. Жаңағы кітабы оқығанда қосылып арасына, жаңағыны пікір жасап жаңағы нәрсеге. Енді мына бизнесте ерлі зайыптардың мышлениясы бірге бола бастайды екен. Соны сездім мен. Ойлаған мақсаттарың, алға қойған арман мақсаттарыңда анау не жасаған кезде бәрі бір болып кеткен сайын бір направлениеде жүре бастайды екенсің. Бұл бір адамды қозғаушы күш екен, керемет. Сол бір жақсы нәрсе, ұнады маған сол нәрсе. Енді мынау тағы да бір керемет нәрсесі, мынау үлкен жаңағы 15 жылдық, 16 жылдық деген үлкен мероприятияларымыз болады ғой жылына бір рет. Сол жерге барған кезде семейный пара болып жұмыс істеген кісілердің үлкен статусын алатыны қатты ұнады енді. Мен енді өзім осы бизнесте жүргенде қазір өзімде 17 цикл болса да, 16 цикл да жүрмін. Келіншегім қолағыран. Енді сахнаға шығарған кезде қолағыранымен шығарады да, бұл бір керемет нәрсе енді. Ана қолағыран болып шығып, 16 цикл жапқан адам қолағыран
болып сахнаға шыққан кезде жүрегің жарылып кете жаздайды екен. Анау $20,000 премияны алған кезде мен жапқандай жабысып жаңағы нені чекті алыппын ғой қолыма. Сондай бір қызықтары болды сахнаға шыққан кезде де. Енді семейный болып жүрмегеннің енді ұнайтыны бір направлениеде жүреді екенсің. Жолдасыңмен екеуің бір направление. Қазіргі кезде енді түсініміз ол қай неде болса да ол бірге жүруге, бірге баруға сөйтіп тырысып отырамыз енді. Қолдан келгенше соны бірге істеуге. Өйткені жаңа мышленияң бір болып, екеуіңнің ойың бір жерден шығады. Сөйлескен кезде де оны балдарымыз да, семьяда да балдарымыз көріп отырады екен. Балдар да уже несі сіздерге ата-анасына деген көзқарасы басқаша бола бастайды екен. Екеуміз екі жаққа тартып отқан жоқпыз. Бір направлениеде жүргеннен кейін ол балдарға да, семьяға да әсері жақсы екен. Енді сондай керемет нәрселері бар. Қазіргі кезде енді отбасылық жұптар көп жерлерде отбасылық бизнес жасап жатқан көп кісілер бар енді негізінде. Енді керемет. Енді Мейірбек мырза, сізге жаңа бастаған әріптестерге айтатын тілектеріңіз, жаңадан қосылып жатқан бизнеске осындай өзіңіздің өткен кездеріңізден, осындай дәрежеге жеткен кездеріңізден бір жақсы өсиет айтып кетсеңіз. Рахмет, Маралбек мырза, өте рахмет. Жақсы нәрсе айттыңыз, артықшылар кәдімгідей жеткіздіңіз негізінде. Енді бізде қазір тілектен бұрын бізге жеткен жетістіктерімізді айтып кетсек деп отырмын, сәл болса да, қысқаша болса да. Бұл бизнесте жүргеннен кейін көп адамдар сетевойда ақша жоқ, сетевойда бекерге жүресің, уақытыңды кетіресің, одан да жаңағы айлыққа жұмыс істесе деген сияқты нелерін айтады, кеңестерін бере бастайды негізінде. Әрине, мінекей, бірінші Алланың арқасында, екінші осы жүйелі маркетингте сетевойда именно осы компаниясында жұмыс жасай отырып, айтып жатырмын, 2015 жылы 12 сентябрьде келіп бастаған міне. 2 айдан кейін жолдасым келді, міне Аллаға шүкір, ол да жаңағы басқа компанияда үлкен жетістіктер жерге жеткен мықты көшбасшы адам болды ғой негізінде. Мінекей сол келгеннен кейін бірге жүріп, 3 айда циклды жаптық жаңағы. Одан кейін Аллаға шүкір, одан кейін басқа да VIP орындарды жаба бастадық. Алдыңғы жылы, өткен жыл емес, алдыңғы жылы жаңағы 40 циклды жауып $20,000 алдық. Былтыр біздер жаңағы 60 циклын жауып, жаңағы күміс қыран атағын алып, $50,000 премиясын алдық. Мінекей Құда қаласа, биылға мінекей 100 циклды жауып, $100,000 компанияның беріп атқан не дейді, сыйақылар дейді ғой, соны аламыз ба деген үміттеміз негізінде, Маралбек мырза. Бұның бәрі не үшін айтып отқан? Бұның бәрі айтып отқан себебі не? Бұның мақтану үшін айтып отқан жоқпын. Ең бірінші менің мақтанышым бұл бизнеске келгендегі. Мен көп адамдардың негізіндегі денсаулығын жақсарттым деп ойлаймын негізінде. Қаншама адамдарға айтып отырып денсаулығын жақсарттым. Ал одан да жақсысы, қаншама адамдарға негізіндегі жол көрсеттім қаржылай тәуелсіздікке. Потому что менің кейін қазір келе жатқан өзім шақырған Құдай бергеніміз жанатқаным мысалы, ол да менімен бірдей қазір күміс қыран дәрежесінде. Мінекей бізбен бірдей. Әлібай мырзамен жанатқаным. Олар да күміс қыран дәрежесінде. Мінекей көрдіңіз бар ма? Ол тіптен озып кетсе, мен одан бетер қуанамын. Неге? Оның озғаны маған жақсы. Енді білесіздер ғой, біздің маркетинг планда ешқандай кесу жоқ, отрезание жоқ деген сияқты. Ең одан басқадан бөлек мысалы, мінекей команданы жатқаным, ол да өзінің семьясын асырап, көліктерін ауыстырып, жағдайларын туралап, кредиттерінен құтылып, дегенде өзінің жақсы жағдайларға финанстық жетіп жатыр. Мінекей Мұхтар мырза, одан бөлек, және де басқа ден айта берсем өте көп қой, бәрін тізіп отырсам мына жерде уақыт жетпейді.
көптеген басқа да мысалы әріптестерім бар, жұмыс істеп жатыр. Мысалы Алматыда келгенде жұмыс істеп жатыр. Қазір мен қаншама әріптестерім уже. Аллаға шүкір, бірінші Алла деймін. Ал енді материалдық жағдайымызға келетін болсақ, материалдық жағдайымыз кәдімгідей жақсарды ғой. Аллаға шүкір. Қазір бұрынғыдай бір саудаласып, анандай тұрмайсың, барасың, кәдімгідей барасың да аласың, кете бересің. Еш нәрседен тарықпайсың. Мысалы, 2 қызымызды ұзаттық. Ешқандай кредитсіз, қарызсыз оларға жаңағы той жасап бердік. Үй алған кезде әрқайсысына жаңағы 10 миллион доллардың 10 миллион теңгеден көлемінде ақша бердік. Мысалы, оның 2-ның бірі бере бермейді, қарап тұрсаңыз, осы заманда. Әртүрлі баласына бермек түгіл өздері зорға күн көріп отыр. Одан бөлек жаңағы мынау Қазақстанның үлкен қалаларының бәрінен үй алып тастадық. Мысалы, бірінші Аллаға шүкір ғой, бірінші Түркістаннан 3 комнаталы үй алдық, 100 квадраттық, жақсы, ЖК-дан. Одан кейін барып, мынау Алматы қаласынан ЖК-дан жаңағы о жерде де 100 комнаттық, 100 квадраттық үй алдық, о жерден де үлкен мықты үй алдық. Одан кейін барып Алматы, Астана қаласынан 2 комнатты үй алдық. Мінекей, оны айтқан жоқ, мен айтып қойдым бұны. Вокзалдың жанынан жақсы жерден үй алдық, мысалы, 2 комнаталы. Енді айта берсең, айтқым келмейді. Просто адамдарға түсінсін деп айтып жатырмын да, бұл жерде ақша бар екен. Міне өткен жылдың несінде, басында джип машина алған едік. Мінекей биыл осы неде биыл да тағы да басқа джип машинасын алып жатырмыз. Мінекей түзіп айта берсең, енді бірінші Алла бар ғой, екінші балдарымыз кіреді, әке деп қояды, сіз машинаны кәдімгі носки ауыстырған сияқты ауыстырып кете бересіз ғой деп қояды, ала бересіз ғой деп қояды. Аллаға шүкір деймін. Сендер де осындай жағдайларға жетіңдер деймін да. Үйді как будто бір магазиннен барып товар алған сияқты қылып аласыңдар ғой деп қояды. Мен айтам, Алла тағалам біздерді не үшін жаратқан? Алла тағалам мынау сұраушылардың қатарынан емес жаратады екен негізінде. Берушілерді жақсы көреді екен Алла тағалам өзіше. Сұраушыларды емес, берушілер жақсы көреді дейді. Құда қаласа осы берушілердің қатарынан болайық деп ойлаймын, Маралбек мырза. Оның бәрінің қолынан келеді. Ал не үшін осыған жете алмайды? Көп адам не дейді? Жеңіл түрде ақша тапқысы келеді ғой. Ондай нәрсе болмайды негізінде. Сәл болса да уақыт керек, шыдам керек, өзінің арманын жоғары қою керек қой. Мінекей, енді өзіңізде осы жерде жұмыс жасай отырып, біраз жетістіктерге жеттіңіз деп ойлаймын негізінде, Маралбек мырза. Өзіңізде осымен адамдармен бөлісіп отырмын, көрермендермен. Ой, бәрекелді. Тезірек күміс қыран жапқым келіп кетті ғой, сіздің алған нәрселеріңізге қарап. Аллаға шүкір, жауыз. Дұрыс, бізге де бұйырсын де, барлық әлемге бұйырсын, Happinessке келіп, бәрі осындай табысқа жетсін деген ниет қой. Дұрыс айтасыз, бізде енді компанияға келем дегенше, енді этаждан да білесіз ғой, 34 квадрат деген жерде тұрдық. 4 баламен 6 адам 34 квадрат деген жерде тұрдық. Енді мен бұрынғы жұмыс істеген жеріммен ол енді неше жылда ауысатын Құдай білетін еді енді. Қазір енді осы Happiness-тің арқасында жұмыс істегеніміз 130 квадрат жер тамалып арқа-шарқа болдық қой. Енді ол Құдайға шүкір бәрі осы маркетинг планның арқасында, осы Happiness компаниясының табыс көзінің арқасында ғой. Оғанда жаңағы жатсақ тұрсақ жаңа шүкіршілігімізді айтамыз, рахметімізді айтамыз. Жөвен сен мырза болмағанда не болар еді, басқа елге кетіп қалғанда не болар еді, 3 апалы сіңілі бастамағанда не болар еді, басқа мемлекеттен бастағанда не болар еді, сол 34 квадратта тұра беретін бе осы кезге дейін деп. Құдайға шүкір дейміз. Онан енді маркетинг планымен жұмыс істеп жатқан кезде енді табыс түсіп жатады. Менде Opel Astra деген машина болған. Бірінші кездегі сол. Happinessке келмей тұрған кезде. Мышлениемнің жаңағы кішкентайлығы ғой, осы жерге келіп, жаңағы мечта и цель дегенді жабыстырып, джип машинаны қойып жаңағы жерге. Осын алам деген сияқты. Соларды қойған кезде ішімнен бірден айтатын тұғын, сен қайқа бар жатсың, өзің Opel Astra мен жүрсің, джибін қайықтайсың деп, солай ойлайтын тұғым енді.
Бірақ мына жерде біздің маркетинг план мықты ғой. Маркетинг планға салған, жабыстырған, шетелге баруға, демалатын жерлерге жабыстырған суреттеріміз, жаңа арман мақсаттарымыз бәрі орындалды ғой, бәрі орындалды. Құдайға шүкір да. Осы жерге келіп көзіміз ашылды. Арман мақсатты қойып, соған жұмыс жасау дегенде осы жерге келіп білдік қой. Әйтпесе, кәдімгі азаннан кешке дейін қара жұмыспен айналысып жүрген кісілеріміз ғой. Құдайға шүкір осы happiness-ті бергеніне. Сол шүкіршілігімізден айырмасын. Сондай жетістіктеріміз көп. 2 баланы үйлендірдік. Жаңағы енді көп жерде біз қазақ кредит алып той жасайды дейді ғой көбісі. Енді Құдайға шүкір 2 баламызды үйлендірдік. Бір балаға бөлек шыққан үй алдық. 2 бөлмелік үй бердік. Онан машина, бір баламызға машина алып бердік. Осы бәрі осы маркетинг планның арқасында. Енді осы үйтіп, бұрын бізді осы Happiness компаниясына кіріп, Ситибойда жүрген кезімізде бір достарымыз бар ғой енді. Айтатын тұғын, Маралбек, сен бір тәуір жұмыс тауып ал да, жұмыс істесейші деп. Енді сондай кісілер, соны айтқан кісілер, қазір енді мнениелері басқаша ғой. Сен не істеп жатсың өзің? Сен что-то өзгеріп бара жатсың деген сияқты. Оның ішінде қосылып жатқандары бар. Сен не ішесің, не жейсің? Маған да көрсетші деп жатқандары бар. Сол осы Happiness компаниясына келіп, біздің жаңағы мышлениеміз өзгеріп, жаңағы Opel Astra мен Jeep'тің арасын ажыратып, осы жерге келіп, сондайларды үйреніп жатқанымызға Құдайға шүкір деймін. Енді бізді тыңдап отқан кісілер болса, қорықпай компанияға, Happiness компаниясына тіркеліп, өздеріңіз семьяларыңызбен келіп, жұмыс істеп, табыс тауып, денсаулық табуларыңызға тілектеспіз дегім келіп отыр. Сондай өзгермеген, неше жылдан бері өзгерте алмай жүрген өзіміздің ойымыздағы нәрселерімізді осы Happiness компаниясына келіп, тез-тез өзгеріп атқанына енді таң қалам. Керемет. Ол енді сондай бір рахметімізді, шүкіршілігімізді айырмасын Алла. Бәр халқымызды, елімізді сондайға жеткізсін деген ой ғой бәрімізде. Ниетіміз сол. Сіздер құсап, күміс қыранға жетіп, онан алтын қыранға жетіп, сондай нәсіп бола берсін бәрімізге. Бірге жетейік. Біздің уақытымызда келіп қалды ма деймін, Бербек мырза. Уақытымыз қалыпты, енді тілек айтып жіберейік адамдарға, бір минуттан. Бірінші сіз тілек айтыңыз, одан кейін бір минут мен тілек айтайын. Сонымен осы бірінші тілегім мынау тыңдап отқан кісілердің барлығына бақыт, байлық, денсаулық тілеймін. Қорықпай, семьяңызбен кіріп, Happiness компаниясында өміріңізді өзгертуге кәдімгі керемет жол салып қойған. Сол жолмен жүрсеңіз болды. Және де мынау президент Джо Венсин мырзаға өзі жас болса да сондай керемет мықты бизнесмен, оның командасына рахмет айтқым келеді. Және үш апалы сіңілі Сәулешхан Омарына, Райхан Омарына, Разихан Омарына ол кісілерге алғысымызды білдіреміз. Және мынау Бриллиантовый Орел 2 карата дейді ғой. Нағашыбай мырза мен Роза ханымға бұрын өзінің спискісіне менің келіншегімді тіркеп, сол кісіге келіп информация айтқан үшін мың алғыс айтамын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар. Рахмет. Енді үлгерсем енді бір мен тілек айтып кетейін осы адамдарға. Бірінші осы не тілек білдірейін? Бірінші Аллаға сансыз шүкір осы Happiness-қа келген. Екінші осыны құрған негізін қалаған үш апамызға Аллаға рахмет айтамын шексіз. Одан кейін мысалы бізге жол көрсетіп жатқан мінекей Айымжан Тұрарқызы, сіздерге өте көп нәрсе алдым, сіздерден рахмет. Гүлбараш ханым, одан бөлек жәндегі біздердегі өзіміздің үш жердегі Бейбіткүл Әзімқызы, Ұмсынай ханым, және Сәрсенбек мырза бізден алға келген. Осы кісілерден негізі өте көп білім алдым деп ойлаймын негізінде. Бірінші Алла, екінші сіздерге өте көп рахмет негізінде. Екінші, мына өзіме
сенім артып келіп жатқан үлкен командама негізінде сенім білдіремін. Аллаға сансыз шүкір, осыларға да осындай команда барына, осындай арманы үлкен, армандары үлкен, қайсар, мықты командама рахмет. Одан кейінгі мына тыңдап отқан әріптестерге жаңадан келген айтатын тілегім негізінде бұл жетістіктің жолы негізінде не дейдік? Адамның көз жасы мен қиыншылықтан тұрады дейді ғой негізінде. Осыған Роза ханым, саламатсыз ба? Жеке сізге көп рахмет. Осы кісіден көп білім алдым негізінде. Менен жас болса да, бірақ не дейді анау? Жас болса да, бірақ білімі өте үлкен, тәжірибесі кең, мықты адам. Рахмет, Алла риза болсын. Мінекей, сол себепті осы әріптестерге келіп айтатын жәндегі жетістіктің жолы оңай емес қой. Келесі ақша таба алмайсыз. Қиыншылықтан тұрады, көз жастан тұрады, мұңаюдан тұрады, уайымнан тұрады. Осының бәріне шыдауымыз керек қой. Тек қана сонда ғана жетістікке жетеміз деп ойлаймын. Бірінші Алла, екінші осы спонсорларыма көп рахмет алған. Осы кеңес алдым осылардан. Мінекей, кезінде осындай сетевой жаман, сетевойды алдайды, сетевой деген бармаңдар деп айтып жүрген адаммен алдарыңызда тұр. Мінекей, Құда қаласа, өзі сетевойдың үлкен жетістігіне жетіп, Құда қаласа сіздер де жетіңіздер. Сіздер де балдарыңыз анау біреуді үлгі қылмасын, сіздер де үлгі қылсын. Құда қаласа аман болайық, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, мына Қазақстаным өсіп өркендей берсін. Қазақстанымызды өсіп өркендетіп жатқан осы сіздер аман болыңыздар. Барлықтарыңыздың негізі осы хеппинесте үлестеріңіз бар негізінде. Мінекей, пока өшіріп қоймайын деп айтып атқаным ғой тез енді. Мінекей, Меруерт ханым көп рахмет. Осы біздерге осындай жәндегі біздерге мүмкіндік беріп атқан осындай сөйлеуге. Егер кімдерде егер уақыт болса, сұрақ қойсаңыздар да болады. Құда қаласа сұрақ қойыңыздар. Егер үлгеріп жатсақ, жауап беруге де тырысамыз негізінде. Енді біздің өзіміздің негізгі эфиріміз бітті. Тыңдаған адамдарға көп рахмет айтамыз. Бірінші, Алла шексіз сіздерге, біздерге не қылсаңыздар, тілесеңіздер, Алла сіздерге де сол тілектеріңізді жеткізсін. Құда қаласа, семьяларыңызда бақытты болыңыздар. Рахмет көп. Аман болыңыздар. Рахмет көп. Егер жеке сұрақтарыңыз болса, әріптестерге қоя берсеңіздер болады. Пока өшіріп қойма тұрған кезде эфирде. Мінекей, бізден де үлкен неде статустағы бұл жерде ханымдар отыр. Мінекей, Роза ханым отыр, Айымжан Тұрарова ханым отыр. Өте біздің апамыз, кемеңгер. Өте осы кісіден не деген білім алдым өзімде негізінде. Мына Роза ханымнан не деген мотивация, сөйлеген сөзі, күлкісінің өзі бар мотивация бұл кісінің негізінде. Өте тамаша, әркімнен алатын нәрсеміз бар ғой. Мен өзім ойлаймын негізінде. Даже мына жаңадан келген мына әріптестер бар ғой, новичоктар. Тіптен солардан да алатын нәрсеміз бар екен. Мінекей, сол үшін мен ойлаймын, біз обязательно бұл жерде сөйлеп тұрған Маралбек мырза екеуміз емес, бұл жердегі басқа осы эфирге шығып жатыр адамдар, әр күні шығып жатыр. Мысалы, біздің әріптестер, қырандар шығып жатыр, мықты. Егер жетістікке жетеміз десеңіздер, дейді ана, көп кітап оқығаннан дейді, 5 жыл кітап оқығаннан дейді, бір адамның жанында, мысалы, мықты адамның жанында 5 күн жүрсең дейді, ол саған көп пайда келеді екен. Сол себепті мына жаңадан тыңдап отқан әріптестер, или болмаса жетістікке жетем деген әріптестер, осы күндегі шығып атқан жаңағы осы біздің сұхбаттарға, мына қазіргі болып атқан зумға кіріңіздер, Құда қаласа. Осыны тыңдаңыздар. Осы біздерден, мына жаңағы басқа да қырандардан осылардың өмірбаянын тыңдаңыздар. Ең бірінші адамға әсер ететін не ол? Ол история жизни ғой негізінде, қалайға жеткен. Осыны тыңдасаңыздар, Құда қаласа, не бір том кітаптан сіздерге артық пайда келеді деп ойлаймын негізінде. Бұл ойыма қалай қарайсыздар негізінде? Әрине ол мен өзім негізіндегі мен байқаймын, осы Роза ханымның сөйлеген сөздерін, күлген күлкілерін мен бір әріптестерім айтамын. Мен сен үйренсең, алдыңда тұр ғой мына, үйрен соны. Күледі ма? Тура солай күл. Сөйлейді ма? Тура солай сөйле. Біреуге айтамын, мысалы, оны қалай, мысалы, әдеби жақтарын, сөйлеу жақтарын көрсем, оны оған айтамын. Сен Айжан Тұрарова сияқты сөйлесең, сен сөйле, мен сөйлеймін. Сен сөйле соны дейіп айтамын. Уже олар соған әрекет жасай бастайды.
действительно сол кісілерде не бар? Ілгерге алға қарап жылжу бар негізінде. Өзім таң қаламын ше. Негізінде бұл кісілер алдымызға асфальт жол сақ қойды ғой. Асфальт жол сақ қойды ғой. Сол асфальт жолмен жүре берсең болды ғой негізінде. Дұрыс емес па? Мейірбек мырза, Алла бұйыртса сіздің ауылда тимбилдингте кездесерміз. Тура темаңыз, тура сіз айтып жатқан теманың бәрі дәл сол жерде қозғалады. Ең маңызды, ең қажетті. Өте керемет соққа. Жаныңыздағы адамдар әлде де пойыздың соңғы вагонына үлгерсін секіріп мініп. Сол тимбилдингке барып қалсын. Магомед айтады ғой, если Магомед не идет к горе, гора идет к Магомеду. Сол сияқты енді целый гора бар жатыр спикерлар. Ондай сабақ болған жоқ. Даже Астанада өткеннен де басқаша болады. Поэтому последний үлгеріп қалады адамдарға айтып қалыңыздар. Тағы да бір-екі адам мүмкін өздерінің бағына қарай ілініп кетер соңғы пойыздың вагонына. Айтып қалыңыздар. Өте керемет эфир болды сіздерде. Өте жақсы. Бізге бір сағатқа берілгенге бір сағатқа бриллиант болыңыздар. Сіздерге рахмет. Өте керемет. Сіздер мықты эфир өткіздіңіздер. Сіздер еңбекқорсыздар. Бәрі екі семьяда өздеріңіз еңбектеріңізбен жетіп жатсыздар. Өте керемет. Тыңдамауға болмайды. Біз өзіміз сіздерден жаңа айттыңыз ғой, сіз әр адамнан бір нәрсеге үйренеміз деп. Біз бірімізден үйренеміз бәріміз. Алатынымыз көп. Біз сіздерден үйренеміз. Сіздер бізден солай жүре келе көш жөнделетін білесіз ғой. Бірақ енді осы жол мықты, Алла бұйыртса мықты сабақ болайын деп тұр. Соған жеткізсін Шымкент сіздерде. Так что үлгеріп қалыңыздар. Енді сіздердің адамдарыңызға самолетке, пойызға билет алмайды ғой. Сол іштен бара салады. Басқа алыстан келетін адамдар сол самолетқа төлейді, автобусқа төлейді, пойызға төлейді, жол ақысы тағы бар. Поэтому сіздерге выгодней. Өте тамаша, дұрыс айтасыз, Роза ханым. Негізінде ол жерде де орын шектеулі екен да. Сонда да бір-екі орын бар. Көзі қысып қалыңыздар Бейбіткүл Азимовнаға. Бір-екі орын бар деңіз. Болды, Құдай қаласа. Рахмет, Алла риза болсын. Барған адам өседі бәрі. Тимбилдингке кірген адам миы полный переворот болып, трансформация болып, басқа адам болып шығады. Поэтому бұл жерде даже Алматы мен Астанадан қарағанда одан еще круче будет. Поэтому үлгеріп қалыңыздар. Адамдарыңыз барған сайын, қаншалықты көп адам барса, соншалықты адам сіздің бизнесіңіз өседі. Ол біз бірімізге 100% жеткізе алмаймыз. Бірақ өз тыңдаған әркімнің қабылдау әртүрлі ғой. Сондықтан да жаңағыдай сіздің естімей қалғаныңызды олар тыңдап кетеді, керемет. Сондықтан да көбірек адам әркім өзі барып тыңдаса, енді ондай шансты нельзя упускать. Айтқан сөзіңіздің өте жаны бар, Роза ханым. Мен сізге қосыламын. Себебі біз өткен лет еді. Біздерде ең соңында обучение жүргіздік қой. Айымжан Тұрарына шықты, сіз шықтыңыз, Чечнядан шықты, жаңағыдай сабақ өткізді ғой, анау спикер ретінде. Лет еді. Сол кезде адамдарға өте қатты әсер етті бар ғой. Мен неде көңілім толып сол етеді. Себебі айтады ғой, мысалы, өткендегі мен Сайтмұрат Давлаттың кітаптары көп оқимын ғой. Ол кісі айтады анау. Сен дейді, КамАЗға дейді, КамАЗдың жапшасын алып, жеңіл машинаға саламайсың дейді. Дұрыс емес пе? Мысалы, басқа скиперлер келеді, олар басқа саладан, мысалы, дұрыс емес пе? Олар бәрін дұрыс, енді олардың да білімі өте күшті. Бәрін айтады, бірақ бәрі біздің точку не попадает, короче. Ана десятку не попадает они. Олар өте жақсы айтып жатыр, бірақ оларда да өте күшті тыңдайсыз. Может, новичоктарға да өте жақсы әсер ететін шығар. Әрине бізге де әсер етеді. Бірақ өзіміздің адамдар айтып жатқан кезде, бұлар сіздер өздеріңіз өттіңіздер ғой, осы саланың бәрінен әбден қайнадыңыздар. Нюанстарын қай жерде түсіп кетесің, қай жерде көтеріліп кетесің, бәрін білесіздер. Өте жақсы әсер етті негізінде сол летедағы біздегі сабақ, спикерлердің сабақтары. Негізінде енді мен де ойлаймын, именно осы болатын тимбилдинг біздің именно жәндегі не дейді ғана қайнау точкамызды, точка кипения бар ғой, мысалы, соны ашады ғой деп ойлаймын адамдардың негізінде. Дұрыс айтасыздар. Бермеймін, жоғарыдағы спонсорларға да мына сөздерін берейін. Бейбіт Газимовна, өзіңіз бір ауыз сөзіңізді тыңдап отқан адамдарға айтып кетіңіз. Айымжан Тұрарыңыз өзіңіз бір ауыз айтып кетіңіздер негізінде. Айымжан Тұрарына сіз сөйлеңіз. Статус бойынша сөйлеңіз, одан кейін мен сөйлеймін. Күтіп отыр ол кісі. Айымжан Тұрарына. Естімей жатыр ма? Айта берейін ба? Рахмет. Спикерларымызға рахмет. Өте тамаша, өмірлеріңізден алған. Енді
особенно мына отбасылықтарға, жаңадан бастап жатқан отбасылық өте керемет әсер береді. Тура осы жолмен жүретін болса, қанша отбасы, Құдай қаласа, біздің Happiness компаниясына келеді, иншалла. Ал енді Роза ханым, рахмет сізге. Действительно, қазір Шымкентте керемет обучение жүрейін деп жатыр. 10 февральдан бастап. Соған әлі де болса уақыт бар. Мүмкіншілігін пайдаланып, әлі орындарды іздестіруге мен дайынмын. Тек қана егер де шешім қабылдасаңыздар, иншалла, қай регион болса да біз сіздерді күтіп алуға дайынбыз. Действительно, спикерлеріміз өте керемет дайындықта. Ол білімді алып шығу деген, ол миллионға тұратын білім. Сондықтан шақырамын. Әлде болса ойланыңыздар, шешім қабылдаңыздар. Бізбен бірге сол тимбилдингке баруға сіздерге Алла бұйыртсын. Рахмет. Өте әсерлі, керемет эфир жүрді. Айымжан тұрар, біраз тілегіңізді білдіріп жіберсеңіз деп жатыр. Адамдар. Анау аудио деген несін өшіріп тастаңыз андай. Сол кезде шығады, ашылады. Айымжан тұрарыңызды түсінбеді өден пока, Айымжан тұрарыңыз сіз сөз беріп жатырыңыз. Сәлематсыңдар, қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін мен қуаныштымын, сіздердің екі облыстың, екі үлкен қаланың, оңтүстіктің екі азаматы барлығына бір жақсы, бір үлгі көрсетіп, екі жақтан екі серісі бір тамаша сабақ бердіңіздер. Бұл сабақ бәріне керек. Мен өзі жаңағы естеріңізде ма, қазақша сабақты мен бастадым, жауапты болып, орыс тіліндегі сабаққа жауапты болып, базовыйға Роза Ибрагим қызы бастады. Сонымен біз сіздер ең алғашқы рет Түркістаннан бастап алғашқы сабақты өттіңіздер. Бұл сіздердің өсу жолдарыңыздың үлкен бір жинақталған қорытындысы, бастамасы тұғын. Қинал. Бірінші кезде сіздердің әрқайсыңыздар толқу да болды, ойлану да болды, жолда келатырып бірге дайындалдық та. Мінекей соның жемісі бүгін еркін отырып, бір өздеріңіз шын айтқанда көсіліп тұрып, қазақшалап, әдемі, мәнерлі түрде шынайы өз тілектеріңізді, ойыңыздағыларыңызды, жасағандарыңызды өнерлеп, мәнерлеп айтып бере алдыңыздар. Біз қуаныштымыз сіздердің осындай өсіп келе жатқандарыңызға. Сіздердің өздеріңіздің әрбір жеткен жетістіктеріңіздің биігіне лайықты, орнықты сөздер айттыңыздар. Енді бұдан да үлкен биіктіктер, жетістік тілейміз. Сіздерді тыңдаған адамдардың әрқайсының құлағы ашық болсын. Мынау тимбилдингтің өзі, мен кеше ғана осы жерде бір үлкен сабақ бердім. Соның бірі тек қана партнердан лидерге дейін өсуге дейінгі үш баспалдақты, лидердің өзінің үш баспалдағы туралы бердім. Бұларға қатты ұнады. Сіздер қазір сол лидерліктің, көшбасшылықтың үлкен баспалдақтарының біріншісін басып, жақсы, сонда нық тұрсыздар. Енді оның алдындағы биіктігіне шынайы, нақты үлкен жетістікпен, абыройменен, табыспен жетіңіздер. Мен сіздерге барлықтарыңызға батамызды береміз. Біз жүрген жолмен жүріңіздер, жүріп келе жатсыздар. Біз жеткен биіктікке жетіңіздер. Үлкен абырой. Сіздердің әрқайсыларыңыз жетістіктеріңіз біз үшін қуаныш, біз үшін мәртебе. Біздің артымызда жетістікке жетіп келе жатқан сіздердей азамат барына қуанамыз. Елге сіздердің шапағаттарыңыз тиіп, осы сіздердің істеп жатқан істеріңізден олар бағыт алып, халыққа қызмет жасаңыздар, сол қызметтеріңіз адалынан болсын, сол адал қызмет ризашылығымен келсін, табысымен келсін әр халыққа. Табыс тек қана алға. Енді бұдан да үлкен сіздердің жетістіктеріңізбен үлкен сабақтарыңызды көсіле отырып тереңірек сөйлейтін, бұдан да биік әртүрлі тақырыптағы әңгімелеріңізді, әртүрлі тақырыптағы жақсы сабақтарыңызды тыңдайық. Сәттілік тілейміз. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгін тамаша бір ойда жүретіндей, көңілге қонатындай жақсы бір әңгіме болды. Сіздердің сабақтарыңызға бағыт тілейміз. Бағыттарыңыз оң болсын. Табыс, бағыт тілейміз. Тимбилдингке келіңіздер. Алла риза болсын. Мінекей, енді не дейді, бизнестің бәрі уақытқа тіркелген ғой, негізінде тіреледі ғой. Әр нәрседе уақыт болу керек. Мына эфирдегі отырған адамдардың да уақытын алмауымыз керек шығар, наверное, деп ойлаймын.
бізге 1 сағатта берілген, енді қазір 1 сағаттан аса біз уақыт сөйлеп қойыппыз негізінде. Айыпмайсыздар, Құда қаласа, тағы да жақсы эфирде кездескенше қош сау болыңыздар деп айтамын, тағы көріскенше Құда қаласа. Аман болыңыздар, рахмет көп-көп. Маралбек